бізге мынадай екі мүшелік берілген екен. Біріншісі x минус 4, екіншісі x қосылған 7. Енді осы жерден жақшаны ашу арқылы бұны екінші дәрежелі көп мүшелікке келтірейік. Яғни оның жалпы түрі мынадай болады екен. a x-тің квадраты қосылған b x қосылған c. Бұл екінші дәрежелі көп мүшелік екен. Қазір осы a, b, c деген сандарды тауып көрейік. Сонымен бұны есептеу үшін біз қазір көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдалану арқылы бірінші жақшаны ашайық. Ол қалай жүзеге асырылады екен? Бірінші, мына x минус 4-ті мына x-ке және 7-ге көбейтеміз. Сонда міне бірінші x-қа көбейтеміз, келесі 7-ге көбейтеді екенбіз. Ал енді олай болса жазайық. Бірінші x-қа көбейтілсе ол x-тің өзі жазылады екен. Енді келесі бұны x минус 4-ке көбейтеміз. Ал енді мына 7-ге көбейтілгенін жазайық. Қосу 7 көбейтілген x азайтылған 4. Ал енді бұны тағы да ары қарай есептеу үшін біз көбейтудің үлестірімділік қасиетін тағы пайдаланады екенбіз. Яғни мына жерден жеке-жеке көбейту арқылы жақшаны ашамыз. Олай болса, бірінші жақшаны ашатын болсақ, мына x-ті x-ке көбейтеміз, және мына x-ті минус 4-ке көбейтеді екенбіз. Келесі, мынау тұрған 7-ні, мына жақшаның ішінде тұрған x-ке және мына минус 4-ке көбейтеді екенбіз. Ал олай болса жазайық. Бірінші x пен x-ті көбейтетін болсақ, x-тің квадраты шығады. Енді келесі, x пен минус 4-ті көбейтетін болсақ, минус 4x шығады екен. Енді 7-ні x-қа көбейтетін болсақ, плюс 7x. Енді келесі 7-ні минус 4-ке көбейтетін болсақ, минус 28 шығады екен. Ал енді бұны ары қарай ықшамдайтын болсақ, бұл жерден көріп тұрғандарыңыздай, минус 4x және 7x. Бұларды бір-бірінен азайта алады екенбіз. Міне, бұны былай қоршап қояйын. Бірінші енді жазатын болсақ, бұдан мына x квадраттың өзі қалады. Ал енді осы жерден мына коэффициенттерін бір-бірінен азайтайық. Оны қалай жазамыз? Қосу, жақшаның ішінде бірінші тұрған x-тің коэффициенті минус 4-ке тең. Енді келесі, мына екінші тұрған коэффициентіміз плюс 7-ге тең екен. Енді міне, осы минус 4 қосылған 7-ні x-қа көбейтуіміз керек екен. Сонда, міне, x көбейтілді. Енді ең соңғысы, мына минус 28-ді қайтадан жазамыз. Ал енді осыны есептейтін болсақ, міне, минус 4-ке 7-ні қосу. Бұны тағы да басқаша 7-ден 4-ті азайту деп түсінсек болады екен. Сонымен жазайық, x-тің квадраты 7-ден 4-ті азайтатын болсақ, бізде 3 қана қалады екен. Сонда қосылған 3x және де мына тұрған бос мүшеміз минус 28-ге тең екен. Сонымен көріп тұрғандарыңыздай, мына екі мүшеліктерді бір-біріне көбейту арқылы мынадай екінші дәрежелік көп мүшелік түрінде таптық. Ал енді осы жерден a деп отырған коэффициентіміз мына x-тің квадраттың алдындағы коэффициент 1-ге тең екендігін көреміз. Демек, a 1-ге тең. Ал енді b-ны табатын болсақ, b x-тің алдында тұрған коэффициент ол 3-ге тең. Сонда a 1-ге тең, b 3-ге тең, ал c деп отырғанымыз минус 28-ге тең болады екен. Міне, a, b, c деген коэффициенттерін таптық. Енді бұны тағы да басқаша қалай түсінсек болады? Міне, мына x-тің алдында тұрған коэффициенті бізде 1, мында 1. Демек, 1-ді 1-ге көбейтетін болсақ 1 шығады, және x-ті x-қа көбейтсек x квадрат. Яғни мына тұрған 1, бұл мына x-тердің алдындағы коэффициенттердің көбейтіндісі екен. Ал енді мына минус 28 қайдан келді? Бұл минус 28 деп отырғанымыз, ол мына минус 4 пен мына 7-нің көбейтіндісі екен. Ал енді келесі, мына 3x-ті қалай тапқанымызға тоқталатын болсақ, ол мына 7-ден 4-ті азайта салады екенбіз. Сонда міне 3x, яғни минус 4-ті x-қа өтсек минус 4x, 7-ні x-қа өтсек 7x, сонда 7-ден 4-ті азайта салдық. Сонымен x квадрат қосылған 3x минус 28 шығады екен.